Сәлем барлықтарыңызға. Қазір осы сабақты көріп отырған болсаңыз, онда сізге жылдам оқу қабілеті өте қызық деп ойлаймын. Осы видео барысында өзіңіздің деңгейіңізді, ес сақтау қабілетіңізді, жалпы түсіну деңгейіңізді анықтауыңыз үшін осы видеоны соңына дейін көріп шығыңыз. Өзім туралы қысқаша, есімім Айкөркем. Қазіргі таңда жылдам оқу тренерімін. 4 жылдан бері 600-ден астам студентті нәтижеге жеткізген, жалпы кітап оқу дағдысын қалыптастыруға көмектескен тренер маманымын деп айтсам болады. Негізгі мамандығым бастауыш сынып мұғалімі. Бұған дейін мектепте, жалпы оқу орталықтарында жұмыс жасағанмын, немесе өзім оқу орталығы ашып, сол жерде жұмыс жасап, жалпы балалардың кітапқа қызығушылығын арту, минутқа сөз санын көбейту деген сияқты техникалармен, әдістермен жұмыс жасаған болатын. Бірақ өзімде проблема болған, бұл кітаптың басын бастаймын, бірақ ортасына жетпей қаламын, немесе ортасына жеткен кезде басындағы болып жатқан оқиғаларды ұмытып қаламын. Бір айдың ішінде бір кітапты әрең дегенде оқып аяқтайтын, кейде тіпті аяқталмай қалатын кітаптарымда өте көп болған. Бірақ кітап сатып ала беретін. Енді менде мынандай сұрақ болды. Мен кітапты оңай, тез түсініп оқып аяқтауым үшін не істеу керекпін деген сұрақ барысында мен осы жылдам оқу қабілетін, жалпы жылдам оқу дағдысын үйреніп, оқу әдетін дәріптеп жүрмін деп айта аламын. Себебі осыған дейін менде 600-ден астам студентті нәтижеге жеткізіп, бір кітаптың өзін жалпылама курс барысында 2 аптаның ішінде, 1 аптаның ішінде 2-3 кітапты толық түсінікпен аяқтаған студенттерім болған. Сондықтан ең маңыздысы бұл жерде сіздің сөз саныңыз емес, кітапты түсінуіңіз, қаншалықты оны өмірде қолдана аласыз, соған байланысты. Жалпы жылдам оқу қабілеті бізге не үшін керек деген сұрақ сіздерге түсінікті болған шығар. Яғни есте сақтау қабілетімізді жақсарта аламыз, жылдам оқу арқылы тез ойлана аламыз, тез шешім қабылдауға, сонымен қатар миымыздың жұмысын жақсартуға арналған бірнеше тапсырмалар осы жылдам оқу әдісін қамтиды. Жылдам оқу қабілетін кез келген жастағы адам үйрене алады. Яғни бұл туа бітті дағды емес, сіздер оны күнделікті практиканың нәтижесінде арнайы әдіс тәсілдермен үйрене аласыздар. Яғни сіз бірден кітап оқуға емес, кітап оқуға арнайы өзінің дайындықтары, жасалу керек жаттығулары, мына көзімізге байланысты, жалпы ойлау деңгейімізге байланысты жасалатын жаттығулар бар. Соларды жасай отырып, өзіміздің жылдамдығымызды, түсінігімізді арттыра аламыз. Ең бастысы, кітап оқу кезінде көбіміз айтып жатады, мысалы, сөздік қорымыз дамымай қалуы мүмкін, немесе кітап оқыған кезде кейбір жылдам оқу барысында кейбір сөздер қалып қойып жатады деп. Бірақ сіздер бұны бірден отырып жылдамдыққа оқысаңыздар, әрине сіздің сөздік қорыңыз дамымайды, түсінбейсіз, есіңізде қалмайды. Сіз бірақ арнайы тәсілдерді біріктіріп жинақта келе, сіздер практиканың нәтижесінде жылдам оқу арқылы бұрынғыға қарағанда 80%-ға түсіне аласыз. Яғни баяу оқу бұл біздің жаңағы түсінуімізге өте қатты әсер етеді. Біз баяу оқу кезінде ойымыз жан-жаққа бөлініп кетеді. Үйдегі болып жатқан нәрселер, жұмыстағы нәрселер деген секілді сондай бір түрлі ойлар келуі мүмкін. Ал сіз жылдам оқу барысында барлық концентрацияңыздың барлығы тек қана кітапта болады. Қазір бәріміз енді жылдың басында өзіміз осы жылдың аяғына дейін 50 кітап оқу керекпіз, біреу 20 кітап оқу керекпіз, біреу айтып жатады, күніне мен 20 беттен оқысам, бір айда осыншама кітап оқимын деген сияқты көптеген адамдар басында мақсат қойды. Бірақ өздеріңіз ойлап көріңіздер, осы нәтижеге бір адам жетті, бір адам бір кітаптың бетін ашты, болды, қызықсыз деп тастай салды. Бұның барлығы негізі кітап оқу әдісіне келіп тіреледі. Яғни бізге бастауыш сынып кезінде, жалпы мектеп оқып жүрген кезде барлығы айтады, кітап оқу. Бірақ оны қалай дұрыс оқу керек екен, қалай есте сақтап қалу керек екен, ешкім үйретпегендіктен бізге кейбір кітаптар өте қызық болады, кейбір кітап қызықсыз деген секілді. Қазір енді осы туралы айтатын боламын. Жалпы кітапты оқу кезінде сіздер арнайы бір нәрсеге назар аударуларыңыз керек. Ол кітапты дұрыс таңдау. Яғни кітап таңдау барысында анау айтты, мынау айтты, мына блогер айтты, мына жерде мынандай кітап қызық болып жатыр, мына кітап шығыпты ғой деп ешқашанда кітапты таңдамаймыз. Қазіргі оқып жатқан кітаптарыңыз сіздердің келесі оқитын кітаптарыңызға жол ашып береді. Егер сіздің қолыңыздағы кітап қызықсыз болса, онда басқа кітаптардың барлығы дәл солай сізге қызықсыз болады. Ал егер қазір оқып жатқан кітабыңызды өте қатты бір ыждахаттылықпен түсініп, қызықты етіп оқысаңыз, онда демек сізге басқа кітаптарда қызықты болады деген бір шешім айтқым келіп тұр. Яғни қазір өздеріңіз нақты мақсатыңызды анықтап алыңыз. Сізде психологиялық өзіңізбен жұмыс жасау ма, немесе қаржылық сауаттылыққа байланысты ма, немесе сіз сөздік қорыңызды көбейткіңіз келетін шығар, немесе сіз мысалы арнайы бір мамандықта жасайсыз, сол салада өзіңіздің біліміңізді арттырғыңыз келетін шығар. Соның барлығын нақтылап аламыз. Яғни сіздерге бұл сәтте ең маңызды айтып келетін нәрсе, бір айға қандай жанрда оқуыңыз керек кітаптың тізімін жасап алуыңыз керек. Яғни бір қиындатып айтпай ақ қояйын,
бес кітап алсаңыз жеткілікті. Яғни бес кітап, мысалы психология саласында бір кітап, немесе жаңағы өзіңіздің салаңызға байланысты екі кітап деген секілді, солай мысалы бала тәрбиесіне байланысты ма, тағы да мысалы екі кітап деген сияқты, солай ізденіп жүріп өзіңізге нақты мақсатқа бағыттап оқысаңыз, жаңағы ойыңыздағы сұрақтың бәрін кітаптан тапқан сайын сізде кітапқа оқу жаңағы құштарлығыңыз одан сайын арта түседі. Яғни сіз кітапты бастап одан кейін ары қарай тастап кетпейсіз, себебі сізде ол қажеттілік екенін білгеннен кейін сізде одан әрі қызығушылық туындай бастайды. Бұл кітапты дауыстап оқу. Яғни біздер дауыстап оқыған кезде қазір енді көбіңіздің оқу жылдамдықтарыңыз бастауыштың деңгейінде қалып қойған. Яғни біздерде бірінші сыныпта мынандай, екінші сыныпта мынандай деп әр сыныптың өзінің нормалары болады. Біз төртінші сыныпқа дейін есептедік те, бесінші сыныптан жоғары біз оқу жылдамдығымызды білмейміз. Статистика бойынша адамдардың оқу жылдамдығын есептеген кезде орташа есеппен 100-150 сөз, тіпті кейде менің өзімнің практикамнан өткен 60-50 сөзден оқитын да адамдар болған. Сол себепті қазір енді өзіміздің оқу жылдамдығымызды есептемесек, осы сабақ барысында есептейтін боламыз. Сонымен қатар кітап оқу барысында ең басты назар аударатын нәрсе бұл көзбен оқу дағдысы. Яғни көбіңіз сыбырлап оқитын шығарсыздар, немесе дауыстап оқитын шығарсыздар. Жалпылама дауыстап сөйлеу барысында, оқу барысында біздің 1 минутта жылдамдығымыз максимум 250-300 сөзге дейін барады екен. Қазір мүмкін емес шығар, бірақ мен өзімнің оқу жылдамдығым минутына 12 мың, 15 мың, 17 мың сөз аралығында болады. Яғни бір кітапты 1,5-2 сағаттың көлемінде оңай толық түсінікпен аяқтап тастай аламын. Яғни бұл менің туылғаннан бергі дағдым емес, осы соңғы 4 жылда жеткен жетістігім. Яғни мен арнайы техникаларды, жаңағы кестелерді, көздің жұмысына байланысты жалпыма оқу барысында кітапты бір емес бірнеше тәсілмен оқу жолын меңгергендіктен мен сіздерге нақты айта аламын. Яғни жылдам оқу мүмкін. Сіз көзбен оқысаңыз минутына 700, 800, тіпті 1000, 1500, 2000 сөзге дейін оқуға болады. Көріп отырсаңыздар, бұл менің студентім минутына 5000, 6000 сөз оқиды. Яғни өзінің қол жылдамдығына байланысты қарап отырған шығарсыздар, кітапты тек қана бір ғана әдіспен емес, бірнеше тәсілмен оқу жолын меңгергендіктен оқу жылдамдығын осылай өсіріп, аптасына 3-4 кітапты оқып аяқтайды. Яғни сіздің оқу жылдамдығыңыз ол арнайы әдістер арқылы тез көбейте аласыздар дегім келеді. Теорияға қарағанда практикаға кірсек, қазір өздеріңіздің оқып жүрген кітаптарыңызды алыңыздар. Мен сіздерге экранға уақыт қоямын. Өздеріңіздің оқу жылдамдықтарыңызбен, толық түсінікпен қаншаға дейін оқиды екенсіздер. Айта кететін нәрсе, міндетті түрде саусағыңыздың көмегімен жылжытып бағыттап отырып оқисыз. Тек қана көз арқылы оқимыз, дауыстап оқымаймыз. Олай болса, жылдамдықты тексерейік, уақыт кетті. Жақсы. Олай болса, қазір өздеріңіздің оқу жылдамдықтарыңызды санай қойыңыздар. Яғни бір-бірлеп, бұл жерде екі әріптегі сөздер есептелмейді. Да, де деген секілді шылаулар ешқандай мағына бермегендіктен, сіздер тек қана өздеріңіздің оқу жылдамдықтарыңызды 3 әріптен жоғары сөздермен санап шықсаңыздар болады. Олай болса, санап шыға қойыңыздар. Өздеріңіздің оқу жылдамдықтарыңыз. Бұл жылдамдықты 2-3 есеге дейін, 4-5 есеге дейін көтеруге болады. Кеттік. Енді көбіңізде ес сақтаумен проблема, мысалы адамды кездестірсек, адамның есімін ұмытып қаламыз, жаңадан танысқан адам болса, немесе бір белгілі бір заттарды, кітаптағы белгілі бір оқиғаларды, сандарды, адамдардың есімдерін, белгілі бір ситуацияларды ұмытып қалуымыз мүмкін. Қазір сіздерге экранға сөздер шығады. Осы сөзді азғантай уақыттың ішінде қарап шығыңыз, және де экранда уақыт аяқталғаннан кейін міндетті түрде өздеріңіз алдарыңыздағы дәптерлеріңізге жазып шығыңыздар. Яғни қанша сөз сіздің есіңізде қалды. Олай болса, 1-2-3 уақыт кетті.
қазір қанша сөз берілгендігі және де сіз қанша сөзге сақтап қалғандарыңызды жазып алсаңыздар болады. Әрине, әр адамда әртүрлі. Кейбір адамдар көзбен қабылдау қабілеті өте жақсы, кейбір адамдар құлақпен ести алады деген, кейбір адамдар қимылмен тез жаттауы мүмкін. Әр адамның өзіндік бір қабілеті болады. Жалпылама есе сақты ол үлкен бір қамтып алатын, әр қайсысына бөлек бір әдіс тәсілдермен күнделікті жаттығу арқылы жақсаратын нәрсе. Яғни бұл ешқандай біздің жасымызға байланысты емес. Көп адамдар айтып жатады ғой, ой, менің жасым үлкейді, мен ес сақтау қабілетім төмендеді деп. Жоқ, оған байланысты емес. Бұл сіздің арнайы жасайтын жаттығуларыңызға байланысты. Тіпті қолдарыңыздағы ұстап жүрген кітаптарыңыздың өзін оқу арқылы сіздің миыңыздың жұмысы жақсарады. Миымыз оң жақ және сол жақ жартышарға бөлінетін, барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, иә? Оң жақ жартышарымыз бұл біздің елестетуімізге, жалпылама ойлауымызға жауап беретін болса, сол жақ жартышар бұл сөздерді тануға, жалпылама логикаға, анализге жауап беретін болады. Енді ол кітаптағы қызметі қандай дейтін болсаң, кітап оқыған кезде біздер міндетті түрде оң жақ жартышарымызбен елестетеміз, сол жақ жартышарымызбен сөздерді танып оқиды екенбіз. Енді қазір сіздерге осы екі ми жартышарыңыздың бір-бірімен байланысу үшін, нейрондық байланыстар түзу үшін сіздерге бір жаттығу жасататын боламын. Менімен бірге мына жаттығуды жасап көріңіздер. Қолдарыңыз капитан, и екінші қолдарыңыз супер болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Егер де оңай болатын болса, тез жасаймыз. Өте жақсы. Бастапқыда кішкене қиындау болады, бірақ ары қарай үйреніп кетесіздер. Так, кеттік. Номер 2-ші жаттығу. Қолымыз мынандай кішкентай сосын шынашағымыз шығарамыз. И мынау бастапқысы. Енді осының орнын ауыстырамыз. 1, 2, 3, 4. Так, өте жақсы. Келесі 3-ші жаттығу. Қолымыз, мына қолымыз супер болады, мына қолымыз окей. Енді осының орнын ауыстырамыз. 1, 2, 3, 4. Қолдарыңыз басында бір-бірімен бағынбауы мүмкін, бірақ тез жасасаңыздар үйреніп кетесіздер. Бұларды күнделікті жасауларыңыз өте маңызды. Көріп тұрғандарыңыздай, нейрогимнастикалық жаттығу. Бұлардың түрлері өте көп. Сіздер бұны күнделікті жасау арқылы миларыңыздың жұмысын жақсарта аласыздар. Егер де мидың жұмысы жақсаратын болса, онда сіздің жаңағы ойлауыңыз, түсінуіңіз, ес сақтау қабілетіңіз барлығы бірге іске қосылатын болады. Яғни жылдам оқу қабілеті өздеріңіз көріп тұрғандай тек қана кітап оқудан тұрмайды. Көп ойлайды, судыратып оқып шығамын, бірақ ештеңе түсінбеймін деген секілді. Бірақ жылдам оқу барысында сіздердің миларыңыз жақсырақ жұмыс жасай бастайды. Яғни біздерде жылдам оқу курс барысында күнделікті тапсырмалар аласыз. Яғни осындай нейрожаттығулар, кестелер, түрлі көзге байланысты, миға байланысты, логикалық тапсырмалар деген секілді жалпыма қызықты өтеді. Енді осы жерде айтатыным, жалпы сіздерге өздеріңіздің оқу жылдамдықтарын білдіңіздер, ес сақтау қабілетіңізбен таныс болдыңыздар, сонымен қатар нейрожаттығулар туралы білдіңіздер. Курс барысында өздеріңіз біртіндеп деңгейлеріңізді осылай көтере аласыздар. Яғни өзіңіздің оқу жылдамдығыңызды қазір анықтап алдыңыз, енді біртіндеп осы жылдамдықты көтере беруіңізге болады. Яғни бірден жылдамдық қоссаңыз сіздің түсінігіңіз түсіп кетуі мүмкін, бірақ біртіндеп жылдамдықты қоса бастаған кезде сіздің оқу жылдамдығыңыз және түсінігіңіз өте жақсы деңгейде болады. Сіздерге пробный сабақ қызықты болды деген ойдамын. Олай болса жалпылама курс туралы ақпарат алу үшін төмендегі YouTube-тың астындағы сілтемеге тіркеліп, чатқа тіркеліп алыңыз. Сол жерде толық ақпараттың берілетін болады, және де осы чатта курста ең төменгі бағамен сатылатын болады. Барлықтарыңызды курста күтемін. Оқу жылдамдығымызды, оқу деңгейімізді 2-3 есеге, 4-5 есеге артырып, айына тұрақты 5-7 кітап оқу жолын меңгергіңіз келсе, міндетті түрде осы курстан қалып қоймаңыз. Жалпы толық ақпарат төмендегі сілтемеде, YouTube-тың астындағы, соған тіркеліп алыңыз. Және де қатысқандарыңызға рахмет. Сіздерге сау болыңыздар.